Бұл дүниеде біздің бір ғана отанымыз бар, ол тәуелсіз Қазақстан. Ғасырлар бойғы бабалар тілегін бойына сіңіріп, асыға жеткен арманымыз ғой бұл мереке. Тәуелсіздік жүрегі елім деп соққан әрбір қазақстандық үшін аса қадірлі, айрықша ардақты ұғым. Осы уақыт ішінде Қазақстан тамырын тереңге жайып, өрісін кеңейтіп, кемелдене түсті. Сынағы көп сындарлы кезеңнен сүрінбей өтіп, мәртебесі биік, тұғыры берік, мерейлі мемлекетке айналдық. 32 жыл бұрын біз өзімізді мемлекеттігімізді жаңғыртып, тәуелсіз ел болдық. Осылайша тарихтың жаңа айшықты парағына атымызды айқын жаза бастадық. Уақыт ілгерілеп, заман озған сайын барымызды бағалап, жоғымызды түгендедік. Бұл да қастерлі, қасиетті тәуелсіздіктің жемісі. Халқымыздың азаттығы мен ұлылығын бар әлемге паш ететін тәуелсіздік сол үшін де қымбат. Осы жылдарда еліміз экономикалық, әлеуметтік және мәдени даму жолында үлкен асуларды бағындырып, зор жетістіктерге жетті. Тарих таразысымен өлшесек, 32 жыл аз да көп те емес. Тәуелсіздік еш нәрсемен салыстыруға келмейтін ұлы нығмет. Тек бостандығы бар ел ғана ойындағы асқақ армандарын жүзеге асырып, жарқын өмір сүре алады. Ана тілі, салт дәстүрі, дін мен мәдениеті сынды баға жетпес құндылықтар арқылы тәуелсіздіктің шоқтығы қашанда биік тұрады. Тәуелсіздік туын тууге қаншалықты қажыр қайрат керек болса, оны құлатпай сақтап қалуға соншалықты күш керек. Міне, осы жылдар ішінде біз ана тілімізді түлетіп, ата дінімізді оралтқан айшықты елміз. Тағылымды тарихымызды түгендеген жұртпыз, барша қазақтың басын біріктірген бәтуалы ұлтпыз. Біз даламыз бен қаламызды бірге көркеткен қуатты халықпыз. Арқа төсіне тәуелсіздігіміздің символы елордамызды орнатқан жасампаз жұртпыз. Достықтың дара дәстүрін дамытқан біртұтас ұлтпыз. Көршімен тату, шалғаймен сыйлас, өмір сүрудің өнегесін көрсетіп, салиқалы сыртқы саясатын жүргізген ұлағатты ұлыспыз. Тәуелсіз елдің тарихын түгендеп, өткенімізді еске алып, бүгінімізбен мақтанатын күн. Тәу етер тәуелсіздігім тұғырлы, елдігіміз ғұмырлы болсын. Бабалар аманаты тәуелсіздік күні құтты болсын.